Екі ғана сәбізден өте оңай сочный хрустящий салат шығады екен. Қонақ дастарханға да өте керемет кетеді. Дәл осылай қытырлап шығады ғой. Алдымен енді сәбіздеріміз ұзынша үкіштен өткізіп аламыз. Дәміне қарай аздап тұз сеуіп, енді сәбіздеріміз араластырып 10 минутқа сіңгенше қалдырамыз. Оған дейін салатымызға қосатын қиярымызды тураймыз. Мен 2 дана қиярды осылай қиғаштап турап алдым. Ал енді салатымызға керемет дәм беретін үшінші құрамы дайын дүкеннің осындай чим-чим соусынан құямын. Барлығын араластырып, холодильникте 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Қазір сіздерге көрсетемін. Ал енді оған дейін баламның мектепке киетін осындай ақ футболкасы әбден сиядан кетпей қалған болатын. Осының үстінен таза порошогынан 1 қасық салып, қайнаған ыстық суды құйып 10 минутқа қалдырдым. Енді қосымша майлықтарымды да жуып алайын дедім. Бұның барлығы жай әшейін порошокпен кетпейді. Дәл осы таза порошогымен өте әппақ болып шығады. Мен бұрыннан осыны қолданып келе жатырмын. Енді міне осылай батырып, енді 10 минутқа қалдырамыз. Көпіріп реакцияға түседі. Ал енді қараңыздар, футболкасы қандай әппақ болып шықты. Сол суға бос қалдырмайын деп, осындай әбден майланып кірленіп кеткен чайнигімді де салып жуып алдым. Қараңыздар, айнадай тап-таза жылтырап шықты ғой. Тазамен барлық киімдеріңіз, ыдыстарыңыз тап-таза болады екен. Қараңыздаршы. Ал енді салатымыз 1 сағат тұрды. Дәл осылай сочный өзінің соғы шығып, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.